Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай келін көрпешені тігіп үйренеміз. Ең алдымен диаметрі 80 см матовый велюрымызды таңдап кесіп аламыз. Және астар матасы да дәл сол көк түсті сатин матасы болу керек. Барлығын осындай кесіп алғаннан кейін осындай оюымызды қағазға немесе газетке түсіріп қанша дана кететінін есептейміз. Менде 5 дана ою қырқылып дайындалды. Оны осылай шеңбер етіп әдемілеп қойдық. Енді осыларды әдемі көріну үшін зерді жіппен қолданып шетін зигзагпен тігетін боламын. 5 дана қошқар мүйізді оюымызды осылай зерді жіптің көмегімен тігетін боламыз. Осылай матовый ақ велюр мен матовый көк велюр әдемі сәйкес келеді. Баршаңызға рахмет. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып, түсінбеген жеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіз.